түсігі, батырды көрдім, қашылған тастан мүсіні, жақсыны көрдім, жарамсақтарға алданған, жаманды көрдім, жақсының атын малданған. Бақытты көрдім, артынан бұққан қайғысы, не көрмейді адам, осынау жалпақ заманнан деп, сіздердің жерлестеріңіз, ерте үзілген тағдыр иесі меңдеке сатбалды жырлағанындай, ғұмыр көшінде қуаныш пен қайғы қабаттасып жатады. Бүгін бәрі де еске оралып отыр. Экранға көз салыңыздар. Нарында туған перзент, оның қадамы Теміржолдың төріндегі ұшқыр аттай халқына еңбек жасай жүріп абырой арқалаған сәттері. Қадыр Мырзалиев айтты, жақсының ғұмыры қарыз бен парыздан құралады, жаманның ғұмыры арыз бен шағымнан құралады дейді. Қадырлы Қамекең парызды таңдаған, елге қызмет жасауды, өзінің кішкентай жүрегін халықпен бірге соқтыруды көздеген адам. Бұл үлкен тұлғалық, үлкен көрегенділік, таза болған адам. Ой тоғанындағы өмір жолдарына көз салды, әр қайсынан адал аттаған, алдындағы құдайына, айналасындағы халқына қарап адалдықты серік жасаған азамат. Ол туған жерден шыққан тағы бір ақын қазақтың фаризасы еді ғой. Өмір ылғи жұпарлы жұмыс көрме, ой жырасы болады тегістіңде. Адал мөлдір халқында қалу үшін оңай емес құлпырған жер үстінде де фариза жырлайды. Сол айтқандай қадірлі ағамыз осындай болып елдің қамқорына бөленіп, бүгін аспаннан ай жарқыраған Құлсарының төрінен Хамидолла Қабдешев атындағы көшенің ашылуы осының таза сипаты. Алмажан анамызға да жатқан жер жарық болсын деп тілейді. Тұманбай айтады, тазау аққары мен өмірде көрсем деймін, әйел жанын өмірде жетектеген баласымен деп. Ал балаларын артқа қалдырған асыл ананың жатқан жері жарық болсын. Қадірлі Қамекең мен Алмажан анамызға арналған ас дастарханы ашық деп жариялады. Алғашқы кезекте дұға оқып имамдық салауаттарымызды білдірейік. Ортамызда Атырау облысының бас имамы Болатбек Лосқанұлы бүгін Құлсарыға бас кіреді. Дұға сізден болсын, бас имам. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Meyilde rahmde şaratuşu şarkavuşu ola Allah, özüne kadar koşullarımız, özüne cebdemdiğimiz, özüne muhtaçımız Allah'ımız basına, hiç kime muhtaç eksize görmek, özüne жалбарda tuhatıyız. Okulan kasiyeti Kur'an ayetlerine olan başka sevaplardır. Öyle ardaktı olan, sünnetli olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aziz ruh şerifine, ardaktı olan başka sahabalarının ruhuna, yeri bir milletke başka evlilerinin ömürlerinin ruhlarına, kendini hadiyelep, olsa şarap otbasından Kur'an'dan demetken başka atalarımız, ajilerimiz, Hamidullah, Baydullah ve Almacan, Orazbay kızlarlarımızın şeriflerine başlayınız. Allah'ın rahmı Peygamberimizin şefaatini nasip edip, Allah Teala kabirlerini okuyan Kur'an'ın müminlerdir. Şakka cedilerin jayla toprakların torka, imanların jolası, şanların nadir cennette bulun Allah özü nasip etsin. Ardında kalan topraklarına, ağayı tutsanların ömürlerini Allah Teala, birlikte birlik uzak ömür nasip etsin. Allah Teala bugün жасалып iyi şartlar, беріліп жатқан көшенің аты, ізгі дұға тілектер айтылған жақсылар, оқылған Құран аяттарды Алла Тағала қабыл етіп, екі дүниеде де соның жақсы берекетін көруді баршамызға нәсіп етсін. Рахматика я архамур рахимин. Амин. Аллах. Қабыл болсын ардақты ағайын. Асанымызға, әкемізге анамызға рухы елеп жатқан жағдайында имандары себеп болғай. Ортақта ақты анамыздың ақылымен абай бастаған азаматтар, қыздар бүгін осындай имандылықты шағаны қолға алып жатыр. Қош келдіңіздер, бәрекелеріңіз ашсын, асал отырыңыздар. Аса құрметті ағайындар. Қадірлі ағайындар, өмірден ерте өтсе де ізгілікті қадамдары, халқына жасаған игілікті істері, ағайындардың ортасындағы мейірімдері, жүректен өшпейтін жақсы адамдар болып, Хамидолла, Байдоллаұлы, бауырым шағында қиындық көрсе де, ар мен намысты көретіп, өзінің абырой-беделін көтеріп кеткен азамат. Бүгін аға туралы естеліктер айтып отырайық. Зой халқымен бірге бүгінгі ас беруге Атырау қаласынан, Туған-Ел Исатай ауданынан, басқа да көршілес қалалардан келіп отырған туысқандар бар. Сөз басын бастап беруді Қамекен ағамыздың жерлесі, туысы, белгілі қаламгер, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Мұрат Екбекұлы ағамыз бен шаңырақтың үлкені Абай Хамидоллаұлы ашып беретін болады. Бір Алламыз серік болғай, беріп жатырған асымызды сәт қалғанымыз қолдағайық. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Алыстан атартып жеткен ағайынға, құда жекжатқа, нағашы жиен бөлелерге, көрші бөлімге, сыйлас достарымызға, ақсақалды ағалар мен ақжаулықты аналарға сәлем жолдаймын. Осы шараға арнайы қатысып, дастархан басына жиналған баршаңызға біздің әулеттің атынан алғыс айтамын. Өздеріңізге белгілі, биыл әкеміз Хамидолла Байдоллаұлының өмірден озғанына 30, анамыз Алмажан Оразбай қызының қайтыс болғанына 45 жыл толды. Бүгін ұрпақтары еске алу шарасына арнап ас дастарханын жайып отыр. Әкемізбен анамызбен кезінде білетін қатар жүрген біраз ардагер аға, апалар бүгінде біздің ортамыздан табылуы
bizler үшін үлкен мақтаныш. Анамыз көбіне үй шаруасымен, әкеміз халықтың алдында жүрді. Бірнеше лауазымдық қызметтер атқарды. Аудан бөлімінде жауапты жұмыстарды жасады. Осы орайда облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасының орынбасары Мәлік Мақсотұлы ағамыз өңір басшыларының қатысып отыруы қуанарлық. Сондықтан сіздерден жақсы естеліктер күтеміз. Әке анамыздан қараған ұрпақтар республиканың әр өңірінде еселі еңбек жасап жүр. Немерелер шөберелерге ұласты. Құдаларымыз Ресейдің Орынбор облысынан, Өскеменнен, Ақтөбе, Оралдан және де Атырау мен Қосарда тұрады. Олардың бәрі Қосарда қазір отыр. Еске алу дастарханын ашып берді. Рахметімді айтамын сіздердің бәріңізге. Ауылдарыңызда жақсылық болсын, той болсын, не болса да ретімен болсын. Көп рахмет. Құрметті жұбайлықтар, Қаныға ағамыздың барлық саналы өмірі сіздердің орталарыңызда өтті. Ағамызды көрген, жұмыстас болған баршаңыздың да бірау келіп, ағамыздың дастарханына, көшатына, тұсау кесу рәсіміне келгендеріңізге үлкен рахмет етеміз. Біздер мынау жайық пеш құттық аяқтан тараған біздер бір қарттың балаларымыз. Құттықай деген барша кісілердің Әбілқайыр ханның басында мұңбасы болған, мынау елімізді құлағалмақтылық босатқан батыр Құттықай атамыз болса, сол ұрпақтан тараған. Екінші бір айтатын нәрселеріміз, Байдолла егісі әкесі, Қабдеш егісі, Мақаш Пірәліктің ұстығы тарағаннан кейін үш округке болыс болған адам. Яғни Қамилбек ағам тектің тұқымы деп айтуға болады. Жетінші атасы Құттықай батыр болса, өзінің атасы Қабдеш егісі, Мақаштан енді үш округ көргенде, соның бір округын барында правитель болды. Құттықай ұрпақтары 300 жылдан өткен аталарына еске түсіп қойып, Шыңғырлау ауданына Қорапбас деген жерде еске түсірген болатын. Мына Атырауда Құттықай батыр деген көше бар, Елі батырдың көшесі бұрынғы. Сонымен қатар бұл қасиет қуған өлкедегі кітап жаршылықтың Құттықай аталарына және де Құттықай батыр қоры деп аталатын қор құрып, сол атамызға ат үстінде тұрған батырлық тұлға жөнінде еске түсіруге Құттықай ұрпақтары еңкейген гайреттен еңбектеген балаға шейін қарағатсыны соған еске түсіруге талпынып жатырмыз. Осында отырық столда Құттықай ұрпақтары отыр. Баршамыздың да бүгін ағамызды ескеріп отырмыз. Бауырларым, жеңгей, мынау балалар, құтты отырыс болсын, ағамыздың аты мәңгілік болғанына шет жерде жүрсе де біз ағайын ретінде, тұма ретінде дастарханда таныссақ, сіздер өмір жолын, ұлағатты өмірін сіздердің орталарыңызда өтті. Рахмет баршаларыңызға келіп жатқандарыңызға. Той мәңгілік ұрпақтың қызын көрейік, ағайын туыстың тек алдыға деген сенімімен осы ауыл бірлік арқасында өмір сүріп барған рәсімді. Құрметті қонақтар, баршаңызға сауапты қадамдар, қош келдіңіздер. Міне құрметті ағайындар, дәулетті жақсы білетін, өткен тарихын еселеп, кейін ұрпаққа мұра болып таныстырып жүрген Мұрат ағамыз барлық тарихты айтты. Құнарының өскейі, сол жерден перзенті, бірақ елден ұшып шығып, жан-жарына алаңдап жүрген жас азаматты елінің төріне шығарып, баулып, білім беріп, ортаның азаматына айналдырған бұл жойдың жылы дастарханы, жылы
şahtı azamatları. Mırgala Cari'de boş yerde bulup akın yerge kaytarında Kenjoy'un payı başaldı. Sonun içinde aytadı, men seni joy canımdan kaçan rad ettim. Akının seni alabap küşüne ettim. Kolday bizde kaskerli meken göründü. Efesinin anası жатқан berekettim. Al Kenjoy yerinin Kamekенді қаптаған, Камекенді абырой биігіне көтерген Kenjoy'дың ақсақалдарын осы ескерткенге шақырамын. Нұрдәулет аға, Идар аға өздерінің ұйымдастырып, Kenjoy'дың ақсақалдары сөз басын алады. Keringleri, turları, uçmakların, dağların, uçmakları, Kıyılardan aka yolun köşesine benim bağımda olmasın. Tasarrufların sorunlarına kalmasın. Benim arayıma arkadaşım yiğitlerimden yürümüşmüş öğrenlerim. Arayıma sınırlı, sağlıklı, yollarım Yıkıyorum beraber. Yıkıyorum, yaşım, kakar. Yıkıyorum, kirliğine, buna, karayatın başımlarını, soğuklarının üzerine istedim. Aramakları ermediler. Sonra yürümüş durmakta benim zor olanla çok yürüyorlar. Ayın var buraya, muhtar, sultan, sonra toplayın, yer var ettiğini. Buna sorunların eli, yürüyorsun kullanmanın yeğeni. Şöyle zorun buraya, ağır çalışma, Başkanlarına göre gereken sevgilerle kadınlar resmi yaptı. Ayaklarını toplarını konuşturtup ayaklar bir tanıdım. Nursan'ın film bulmalar çıkıyor. Sonra konsastık arasın. Nursan'ın yiyecek yakın. Onun arası olsan kadar Ben bu sözünü toplarım. Artık ben Gümüşakar bölümünde yeni mağarada ben bu bölümde ailesini mesela arasına Uluklar girdim. Arasına sonra bölümün tanrısı ona topladı Gümüşakar bölümünde Şanlıurfa'da o şanlıurfa'da bir uğraşıp kalkılan köprülerin gerekleri olacak arkadaşlar. Burada yaşlı ölümlü adam arttı. Niye? Sarı kızları açtım. Bu rüya bırakıyor. Yiyor. Olsun. Üllerini arkadaşlarına arayın, ağlayın. Kadın, kendine katı, kadın odasıyla söyleyin. Yani fotoğrafçılara yapalım. Yok fotoğrafçılar kıyılar olarak gidelim. Bir yağ sürüyle biriyim. Onların zoyun yaslarına bakmalarına havalarına. Böyle kılıp takar oldu. Arayın. Sol programı Mustafa'nın seyirciler arasında kesinlikle sırtlar gösteriyorlar. O kesinlikle krallarının sol yolu boşalar, kızılmaklar, sağır kıvırcıklarını Allah'ın arkadaşlarını gördü. Çok Mustafa oldu. Onun yaşanırken onu partiler şoklarına göre. Partiler şoklarına göre. Doğru. Yurttaşım, nalan
Her şeyi güzel ettiğine var.
Hoş geldinizler hatırlı konakta. Bugün Harunat Kur'an arkasılarınızın Habibullah Gidesi Tariklet bir yazı vardı. Beni atamda koşu veriyorlardı. Bugün Ağay Usta'nın bağlar, dikkat çörekatlar, bugün Rufaş Bütün'e kutlayınız. Ağamızın dağında asırdan asıra uyduresin dedi. Aman olsun, bir kurbanlar şafaatçı olsun, yedi resmine, saklı resmine, buna bir dualara dizgal olmaz ve kabul olsun diyoruz. Rahmet. Ağayın, бүгінгі өтіп жатқан шараның негізі тәрбиелік мәселе болып жатыр. Тәрбиелік шаруа болып жатыр. Себебі Қамекен ағамыздың өткен жолдарын, еткен еңбегін, кеңзойда жасаған адамгершілік қасиеттерін барлығы да аталып өтті. Ал енді оның негізі арты келіп, мынау артында қалған ұрпаққа жасап кеткен тәрбиесін біздер көзіміз көріп жатыр. Мынау артындағы ұрпағы келіп, Қамекеңнің атап өткен, басып өткен жерлерін, бақылығын, еткен еңбегін Кеңжолайға, елімізге барлығы да аталып өткені бүгін есімізге түсіп, бұның барлығы да кейінгі ұрпаққа тәрбие болады деп есептейміз. Ал ол енді оның жағдайы осы барлығымызды жинап, Қамекеңді еске алып, 30 жыл бойы өткен, мынау бұл дүниеден өткен кезеңін еске алып, екінші жағынан ата-анаға деген құрметті көрсету, бұл ұрпақтың ісі. Сол ұрпақ, оның артында қалған ұрпақ, абай, ақыран бастаған мынау ұрпақтары, міне бүгін біздің кім екенімізді есімізге салып жатыр. Кейінгі ұрпақтың қалған. Сондықтан мынау енді Қамекеңнің атына беріліп жатқан көше атауы мәңгілік болғай дейтін бір тілегіміз бар. Мынау енді артында қалып жатқан ұрпақтарының жапырақтарын жая бергей. Сондықтан мына әрқашанда осы Қамекеңнің
есінде сақтағай дегіміз келеді. Мынау бұл жағдай осындай шаралар жалғасын тапсын. Ал енді мына ұрпақтардың ішінде Қамекеңмен жанұясымен қарғы-қатамырлы қазақпыз ғой. Араластығымыз бар, Құдандалы боламыз, тағы басқа. Мынау оның ұрпақтарымен қызметтес болдық. Оның ішінде мына Аханмен қызметтес болдым мен біраз жыл. Сондықтан мына оның көрсеткен Қамекеңнің жасап кеткен тәрбиесі, оның мынау бүгінгі мына қорытындысы осылардың іші мінекей. Абай бастаған, Ахан бастаған мынау ұрпақтарының. Ал енді алдынан жарылғасын, иманды болсын, жатқан жері жарық болмай, ұрпағы жалғасын болып, тәрбиелі болып, жалғасын таба бересін. Бүгінгі атаны өткен мынау ас қабыл болсын деген тілегіміз бар. Енді мынау өзінше қысқартқан бұл. Енді бұның жалғасын, мынау Кеңжой деген жеріміз, біздің қай-қайсымыздың да өткен ортамыз Кеңжой ғой. Кеңжой қасиетті жер, сол қасиетті жер туралы мынау біздің ініміз Ұлықпан бір өзінің Кеңжой туралы шығарған әні бар екен, сөзі шығармасы бар екен. Соны мына Ұлықпан жалғастырады. Сондықтан мына қабыл болсын мына бүгінгі шаруалар. Ағайын амалардың орындай, қабыл болсын Аханжан ағайды. Туған жер, Аршанымда жанымда ой, ел сен аңсап келдім сағындым ғой. Өзіңге тай бастым сенді қайын, атыңнан Кеңжойым айналайын деп туған жерге бір сол соғып жүрейік. Туған жер жақсаланда жанымда ой, ел сені аңсап келдім сағындым ғой. Өзіңді тай бастам сенді қайын, атыңнан Кеңжойым айналайын. Өзің қолыңмен келіп тапқа. Лохаң папама арнап бір өлең арнап еді. Мен оны жаттап алдым. Міндетті түрде сізге көп рахмет. Папамды жақсы білесіз. Соны ұмытпасам мен оқып берейін. Жүйткуменен барады күндер өтіп, жыр оқитын сол ағам күңгір етіп, жоқ болғанмен бүгінде арамызда қоңыры ой салар тебірентіп, балалығы басталған қожа аттан, жүмегендей ақынмен құмды басқан,
өзіне берен дауысы бар, ақын еді, ақпейілді, көңілі, ашық аспан, тағдыр тәрбие етсе майыспаған, қайсарлығын қайралап, туыспаған, достарына төлеулес асыл еді, ақ жүрегін ұсынған, нұр ыстаған, көркейтуге туған жер нұр келбетін, жаны жайсаң қашанда, серікке бекім, маңайгерін бұлақтай, моншақ тартып, абыроймен өтақтап, қолмен етін, кеткенмен оралмас көз көрмеске, қайран аға жүректе жүрсің еске, жыр оқисың ініне, елес болып, самалменен сүйкімді, қоңыр кеште, ақылды қой кеудемнен жырым жарма, ақ тілекті айтасың ұлы жолда, кең жойын жағады, қолын соғып, қабдеш жолы жанаға, Хамидолла деп ұлғадам. Өлемен ғана рахмет, оларға аза ұмытқанын айтқа бермеңіз, бірақ есіме түсті. Ортамызда отырған кешегі жылой өмірінен шыққан атақты ақындардың сарқыты Ұлықпан ағама денсаулық тілеп, бүгін марапат алып жатқан Бүркіт Базарбаевты орнынан көтеріп, қос ақынға бір марапат жасап жіберейік ағайындар. Жайлы отырыңыздар ағайындар. Енді сөзді топтап бергенде не табамыз ағайындар? Сондықтан да келесі сөзді жаңағы жылойлықтардың, ақсақалдардың өнегесімен жалғастыру керек. Мен сөзді туған жерден келген исатайлықтарға берейін деп отырмын. Солардың арасынан 3 адам ғана сөйлесе, жасап жатырған шарамызға өте жақсы болар еді. Сол елдің адамы Құмнарының осы жерде туған жиені Қамекен ағамыздың Атырау геологиясында ұзақ жыл қызмет жасаған ардагер геолог, есімі елге таныл Тариқ ағам отыр. Исатай ауданының перзенті, көтеріле беріңіз аға, Тариқ аға тұқпатып. Осы жерде немерелес Ғайдуллиндар әулетінің атынан Уалитхан ағамды көтерейін деп отырмын. Айбатировтар әулеті атынан Махмуд ағамды көтерейін деп отырмын. Және осы әулеттің ең үлкен күйеуі, бірақ қазір ақылшы ағаға айналған жезделер отыр. Осы кісіні көтерейін деп отырмын. Есіркеп, осыласыңдар ғой. Осы азаматтарды көтерейін. Ана жерде отырған 2 столдың бойындағы адамдар туған жерден келіп отқан аналар бар, Қамекеннің батасын алған келіндері бар. Бәрі осы азаматтарға қосылады. Құрметті ең шылайдың Қазақстан халқы, бүгін мынау Хамидолла ағамызға арнап көшенің атын беріп, құрметті тойыстағатқа, қуаныштағат құтты болсын, сағының болсын деймін. Мен өзім таныстырсам, ұрығым беріш себеп, жанбай себеп сағыласын. Мынау жайыққа 2 рет жемін. Бірінші, анау Жарахан Екмексінің баласы, Аймағбек деген кісінің қызы, Мәргер дейтін кісі менің әшім. Одан кейін Қабдештің 2 ұлы болған Ғайдулла Байдулла деген. Ғайдулланың ортаншы қызы Мақыш менің анам. Мынау 1954-55 оқу жылы мен мына Құлсарыға келіп, Абай атындағы орта мектептің 10-шы класында оқыдым. Ол күнде Шамрат нағашым мына 5-ші ауылға тұрды, сол үйде жатыр оқыдым. Күзде Хамидолла армиядан келді. Мен бұрын көрген жоғадым Хамидолла танымайдың, сөйіп алысып, сөйлесіп, содан кейін болысы жайлап ауырына тарта бастады. Әңгімесі жақсы еді, өлең де айтатын. Содан кейін ол кісі мынау Батыс Қазақстан геологиялық басқармасына қарасты Құлсарыдағы автокөлік
конторында жұмысқа орналасты, 3 жыл токар болып, темір жұмысшы. Артынан 3-4 айдан кейін бір сабақтың реті келгенде, мен Қамекенге іздеп барсам, токар-ресторантты жіберіп қойған, жұмыр темірді жонып отырып, автоматический режимге қойған, өзі қасында аңқытып өлең айтып тұр. Сонда көрдім ол кісінің жұмысқа қандай бейім екені, өлеңін де, әңгімесін де қатар айтып жүретіндігі. Содан келесі жылы күзде мына Пушкин атындағы кешкі мектепте оқыды. Сол оқығанда анау Алмажанмен екеуі бірге оқып, екеуі танысып, содан кейін оған өлең шығарды. Сол өлеңінің бір куплетін айтып берейін. Мен көрген таныстырсам туындылармен бірейсің өлеңдегі шыңжанмен қыз таңдап жем ішінде олдым таныс адайдың екі қызы Алмажанмен деп тастар етеді. Бірақ осы қайдан оқуын оқып, мына кең жылойда техникум бітірді, үйленді, ұрпақтар үйленді. Лағатты ол инабатты қызы жүріп, ұяға қызын қияға қондырды. Олардан немере жігендер сүйді. Өзі оқуын жалғастырып, Алматы высший партшколды бітірді. Одан кейіндегі талай лауазымды қызметтерді атқарды. Мен осы нағашылардың ішінде мен жақсы көретін 3 нағашым болып, біреуі Байдоллаұлы Мұрат, одан кейін оның інісі Шамрат және Байдоллаұлы Хамидолла. Бізде осы үшеуінің маған жасаған қамқорлығы өте зор. Бұл кісілерге өле-келсе өзімнің ризашылығымды айтып, рахымды айтып өтемін деп ойлаймын. Не айтамыз? Мынау ауыл аттаған Қамекеннің балдары түрлі газеттерге статьялар жазып, анау Меңдібай Сүлейменовтің, болмаса Мария Қаражанованың соларға мақала жаздыртып, осы Қамекенге көшеге атын беру туралы қалай қадағалаушылар болды. Сол жұмыстардың бәрінде бас көзі болып, сілтеуші болып жүрген абайға зор рахмет айтқым келеді. Енді мынау Қамекен қандай абзал азамат болса, бірінші әдебиетті көп оқитын еді. Әңгіме айтқанда тыңдаушыларын елітіп отыратын еді. Әзіліменен басқа қойынша қосып сөйлеп, жақсы ортам толтырып отыратын еді. Сонымен қатар мынау шешімінде жақсы білетін еді. Мына адайларға адайдың шешімесін үйреткен осы кісілерді еттеймін. Себебі талай адай жігіттерге айтып, үйретіп, қатара қосқан көзімен көрдім. Не айтамыз? Біріншіден мынау Қамекеннің атағына көше атағын беріп жатқан кең жылойдың басшыларына және де соның жайсан халқына бірауыздан қолдап жатқан зор ризашылығымды білдіріп рахмет айтамын. Ендігі жерде осы көшенің бойы тазалықтың бау-бақша ағаштарды өсірудің орталығы болсын деген тілегім бар. Бұл кейінгі өсіп жатқан жастарға зор құрмет әрі жол бастау көрсеткіш болады деп есептеймін. Нелер, Абай, Ақан, Асқар, Аманжол, келіндерім, мынау
шаңырақты ары қарай ұстап отырған менің жеңген бақтыда. Мінеки сіздер бүгін ағамыз дүниеден өтсе де шаңырағын жылытпай, сол ұрпақтың ары қарай жолып жатқан жолын көрсетіп, ұмтылма бәрін жалғап, мына жерде жиынды отырсыздар. Сіздердің ізденіп талпынғандарыңыз арқасында ағайын туманың болмаса да аудан әкімшілігінің қолдауының арқасында ағамыздың атына көше беріп, еске алып, үлгілі іс істеп жатсыздар. Бұл үлгілі іс анау артта қалған ұрпаққа одан ары қарай жалғасын таба берсін. Ағамыз кетсе де артында қалған көрмеген немерелері аталарының қандай адам болғанын біліп, көріп, сол адамға ұқсап, ағамызға ұқсап өсе берсін деген ниетіміз, тілегіміз бар. Рахмет сіздерге. Осындай жасалған шараларды ары қарай жалғасын таба берсін. Амандықта болайық. Бақтылы жерде мынау шаңыраққа ұйытқы болып, сол балаларға ақыл беріп отырсын. Көп жаса, денге саулық берсін. Жақсы Абай Айшабыра Ахан достары ағамыздың көрген сияқты есқан жастар енді бәрді қабыл болсын енді. Мынау көшенің атын беріп біз қуанғанымыз қуаныштымыз енді. Біздер мынау айтпенен таныстырып, біздер ақсыға келіп отырмыз. Бір топ ағамның бауырлары бар, қарындастары бар. Енді осы топ осына қатысып келіп жатырмыз енді. Мынау мен өзім айтып кетейін, мынау осы шаңыраққа күйеуімін енді. Ал енді ағамыз енді талай несін бізді қамқорлап, бізді бірталай нетіп енді залға да барып бір құдалап жіберген бір баланың несіне. Қолы құтты екен, құтты болсын алдымыз енді. Ал енді Абайжан, ақан айналайын, балдарың бақытты болсын, жасы ұзақ болсын, мынау жасамақтан мынау шаралар, ал бәрі қабыл болсын енді. Көп сөйлемей қояйын, әлі сөйлейтін кісілер көп екен, бәрі тілеп, бәрі қабыл болсын енді. Үлкен кісілер айтып кетті ғой, қожатымызға жыл ойдың рахмет, ағамыздың адамгершілігін еңбегін сыйлап көшеге атып беретін. Енді жыл ойда енді ағамыздай арқасын қолдап болып, ұрпақта жаңағы Алақан айтқандай ағамыз сияқты қаламды адамгершілігі бол адам болмас деген. Ağlamalar, aranjörünüzde, belki Öker Ağa, başka davalar, hani geldiğinde ayında hepçadır ayında nasıl oturunuzda arasından merkezdir. Buna toy silahsız olmaydı, toy silahlarına taratırız. Ağımızı kısık olsa da aydınlığa istiyoruz dedi. Bizler buna тұрған бөліміздің қабиласын туғанына қарсы қаласың, туғанына қарсы. Мен туғанға бөлесімін. Ол шұшын қаласың, мен қойшын қаласың. Нарық бұғынан айнағыз жасына келіп отыр, ақсы істеріне келіп отырмыз. Енді айта кетейін дегенім, Құрбанбай нағашыларымыздан 4 жыл күшсіз. Екі тірі қалып содан тараған ұрпақтарымыз Есенғали, Жұмаділдей. 3 қыздан, онысы екі қыздан, нағаш апамыздан қабилемізді туған бөліміз. Сонда таныстығы білетін айнайын отырған. Мынау енді айнада бөлімдерім бөлімқамызға рағатты істемесіздер. Мынау атын жоғалтпайтындай көшет бермесіздер. Өздерін тағын балғары, жергілікті әкімдеріміз бар, ақсақалдардың бәрін дастырып, құтты болсын демекпін. Облыстық көрмеген қызды сіздер көріңіздер. Бөлімқамды жақсы білеміз. Бәқті үлкен бұрынғы жеңгемізді көрген жоқпыз, баламыз, енді соңғы жеңгемізді көрдік. Жылына 2 рет, 3 рет іздеп келеді, қарттар іздеп беріп. Соған арасында арқында бар, мағалда, бірден басында әріміз қалай әңгімелерді естігеміз. Оның бәрін мен айтпай қояйын. Облыстың санасындағы ой пікірлері, бір 2-3
шаққа істеп айтқан болсақ. Ал мен атым Серікқали, бес есім нағашым 5 жасқа бөлем. Анында балам отыр, әдетте өзі айтады, туған нағаштарымыз, біздің туған нағаштарымыз. Бүгінгі күні Кенекай ағамыздың ұрпақтары, ұл-қыздары, осы бауырлары бар. Машалла бүгінгі күні ағамызға көшке адым беріп, қайтқандарына біреу 30 жыл, біреу 45 ескі ас беріп асылдар. Алла қабыл етсін дейді. Ағамызбен анамызды жеп көрмей кеткен қызықтарын сіздерге көруге Алла нәсіп еткенде көп. Тек сол ағамыздың жақсы жақтарын айтып отырмыз. Сол жолдан таймай, ұрпақтарыңызда бар сол бір бағытта жүре берсіздеріңіз. Аз қабыл болсын маған садақаларыңыз енді. Мен өзім айтып кетсем осы Қабилда ағамыздың нағашысының баласы бар. Көрмеген барыстары кеңестің баласы бар. Кеңес Есенбайдың баласы. Есенбайдың қарындасы Нағима апамыздан осы Қабилда ағамыз. Ал енді қабыл болсын мен енді нарығыма айласынан келіп тұрмын. Есімім ғапу бар. Қабыл болсын садақаларыңыз. Ал шеке, аман жүріңіздер. Көшенің көрерменіне бір ат байлап кетіп жатыр Рамазанда. Көшенің көрерменіне бір ат беремін деп жатыр. Ал экранды қосып көрейік. Шай ішіп отырып, экранда ағамыз туралы түсірген деректі фильм бар, назар аударыңыздар. Кеңжылой өлкесінің өркендеу жылдарына, маңдай терлі жылдарына арнаған Хамидолла Байдоллаұлы өз ұстастарымен сұхбат құра қалса, алыста қалған азабы мол балғалығын ойын оралтады. Айбас ауылынан шыққан сыны қарғасы бар күреушіге ілескен қамыш бозбала алыстан сағымданған қошалақ құмдарына қарай алаңдай қарап, жүгіріп келеді. Қанша асығыс қимылдаса да, артында қалған тағдырдың ауыр соққылы, соңғы 2 жылы көз жанарынан мүлдем сөнер емес. 1928 жылы елде болған мал-мүлікті тәркілеу, Кәмпеске науқаны барысында биліктегілерге қарсылық көрсетті деген желеумен әкесі Байдолла Хабдешұлының 10 жылға сотталып кетіп, Карлак, Ботлак, Сиблак деп аталатын түрмелерде 8 жылын өткергені емсем селес береді. Арада жылдар салып анасы Ағиба Құрманбайқызынан кейін 1942 жылы жазықшы жапа шеккен әкесі Байдолла да дүниеден өтеді. Құлан түзден бақытын іздеген жетім баланың құдайы бар екен. 1943 жылдан бастап немере апасы Қапияны паналап, Құрманғазы ауданының Қошалақ елді мекеніне келіп тұрақтайды. Ашақ шағылында тұратын Нәжімеден ақсақалмен көрші тұрғандықтан, оның немересі Жұмекенмен тығыз араласады. Сол жылдары өзімен тетерес өскен, кейіннен қазақтың ұлы ақынына айналған Жұмекенге әріп үйрету бақытына да ие болады. Не істеу керек деп өз-өзіне жігер берген бозбала 1945
51 жылдар аралығында колхозда жылқы малын бағып, қазақтың қазанатын баптаудың қыр-сырларын толық меңгереді. Кавказ әскери округінде Армения елінде әскерде болып, қайсар болуға жан дүниесін одан әрі шыңдай түседі. Өз-өзін адам болудың шыңына қарай жетелеген жігіттің екінші ғұмыры 1954 жылы немере ағасы Шамрат Ғұбайдоллаұлының шақыруымен мұнайлы мекен Құлсары ауылына келіп, жұмысқа орналасуынан басталады. Білім алу жолын кешкі мектептен бастаған білім құмар жігіт кейіннен Гурьев политехникалық техникумының Құлсары қаласындағы филиалына оқуға түсіп, механик техник мамандығына ие болады. 1955 жылы оңтүстік мұнай барлау экспедициясының автотранспорт цехына көмекші темір жонушы болып қызметке орналасып, бұл мамандықты толық игеріп, кейіннен жоғарғы разрядты темір жонушы, цех бастығы қызметіне деген көтеріледі. Сол күннен бастап-ақ зерделі, әрі ой-өрісті жас жігіт шапағат шыңбасынан құламайды, ол іргеден көтеріледі деген сөздің қадірін ұғына түседі. 1963 жылы сол кездегі Ембі ауданының бірінші хатшысы Саламат Мұқашевтың нұсқауымен аудандық партия комитетіне қызметке шақырылып, жаңадан ашылып жатқан прорва мұнай-газ кешеніне жауапты нұсқаушылық лауазымын абыроймен атқарады. Әділдіктен айнымаған, еріншектік пен күншілдіктің, қызғаншақтық пен тәкаппарлықтың шырмауынан алыс жүретін Хамидолла Хаббишевтің кандидатурасы аудан басшылығы тарапынан Алматы жоғарғы партия мектебіне оқуға жіберілуге лайықты деп танылады. Ол 4 жыл бойы 8 қырлы, бір сырлы замандастар ортасында Алатау баурайында қызықты жылдарын өткізеді. Жан-жағын әскерлігі мен талапшылдығы арқылы аян бола бастаған партия сардары елге оралған соң 4 жыл бойы Ембі аудандық партия комитетінің бюро мүшесі, аудандық халықтық бақылау комитетінің төрағасы қызметін жоғарғы жауапкершілік дәрежесінде атқара білді. 1976 жылы жоғарғы органдар Хамидолла Байдоллаұлын ауыр шаруашылығы саласын дамытуға лайықты басшы кадр деп танып, оны коммунизм таңы кеңшарының директоры лауазымына тағайындады. Ел мүддесін қашанда жоғары қоя білетін жаңа басшы, ауыл шаруашылығы саласын өрге бастырумен қатар, малшылардың тұрмыс жағдайын, әлеуметтік қамтылуларын алғашқы кезекте қоя білген тұстастары әлі де зор әсермен еске алып отырады. Қажыры қайтпаған партия сардарының ғұмырнамасы одан әрі жауапты қызметтер атқарумен әрлене түседі. 1979-85 жылдар аралығында оңтүстік мұнай барлау экспедициясының партия комитетінің хатшысы, 1985-95 жылдарда жаңадан ашылып жатырған теңіз мұнай-газ бірлестігінің УТТ мекемесінің директоры, осы мекеменің мамандары бөлімінің департамент директоры лауазымдарында болды. Кейіннен әлемдік деңгейдегі Теңізшевройл компаниясының халықпен қызмет бөлімінің бас маманы болып жасап, шетелдік әріптестеріне қазақ жігіттерінің бойында қалғырлығын, мәдениеттілігін, салт дәстүрге деген сыйлық құрметін таныта түседі. 40 жылдың үстінде кең жылу елінде тұрып, қызмет атқарған көзі қарақты, шешен тілді азамат, осы елдің халқына ақындық, шешендік, хижрелік, атбегілік, тағы басқалай қырларымен танылып, осы өлкенің зерде мен зейіннің тереңей теңізін төңіректеген зиялыларының ортасынан орнықты орнын еншіледі. Жігіттің көркі өнері, талап кісі мұраты, өнер қалмақ артында дүниенің өшпес шырағы деп Майлықожа баба жырлағанындай, Хамидолла Байдоллаұлы
кітапты көп оқып, қазақтың аталық шежірелеріне талдау жасауы, оның руханият әлеміне қарай еркін қадам жасауына айқын жол ашты. Алматыға барған әр сапарында бала күндерінен сыйластықтары жарасқан Жұмекен Нәжімиденов шаңырағына бас сұғып, жырлары жойқын ақынның жаңа кітаптарын елге құшақтай қайтатынды. Өйткені оның да өзіндік сырлары бар еді. Жұмекен Ақшағыл кішкентай романдарын жазған кезде кейіпкерлерінің бірі қылып, балалық жылдарының куәгері болған Хамидолла ағасын таңдағанды. Жақсының шарапатына бөлену қандай бақыт десеңізші. Отбасы деген от қызуы сөнбес әлемді, шаңырақ деген шынайы ғаламды ақ жүрегімен аялаған Хамидолла Байдоллаұлы, жан жары қош шағылдық Алмажан Оразбай қыз екеуі 1956 жылы бас қосып, көрсек көз қызғар, Абай бастаған 6 ұл мен жылдың жарқын жазындай Роза бастаған 3 қызды дүниеге әкелді. Әйел жанның айнасы, мінез байлығы мол, ізгіліктің иірімдерімен жан дүниесі дестеленген асыл жар. Аяулы ананың жастай дүниеден өтуі арқа сүйер азаматын жан күйзелістерімен жолықтырды. Қолдан келгені үнсіз тұрған бейнеге арнап, төмендегі шумақтарды арнау ғана болды. Асыл жар мәңгі сүйіп көңіліміз, махаббат көтерілдік көгіне біз. Бір күндей болмай кетті ширек ғасыр, бір көткен тату тәтті өміріміз. Жан ана күндей болып күлімдеген, әрқашан құлыншағым күнім деген, сен ойлап сағыныштан қайғырғанда, жүректің жұбатарымыз мұңын немен. Арада дамылы жоқ, асығыс алға шыққан уақыт белестері өтіп жатты. Жайнаған ғұмырының болашағын ойлаған тарпаң тағдыр иесі, бақытлы елемес қызы екеуі жұптаса, өсер ұрпақты бірге тәрбиелеуді мақсат тұтты. Ойлағандары оңынан туып, көргені мол, кемел әке қалаған қара шаңырақтың әрбір ұрпағы бүгінде базарлы, бәрі де ажарлы кейіппен жаңа ғасырдың дәм-тұзын татып жатыр. Қос ананың айналайынымен көрген, адалдық пен адамдықты серік еткен ұл-қыздар, немерелер мен жиендер, егемен елдің болашағына өз үлестерін қосып жүргендерін өмірдің басты байлықтары деп бағалайды. Адамға бақ қонады, қыдыр дариды, ал қасиетті өнер тамыр жаяды. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасады деген халықтық қағида деп айтылғанындай, дүниеден ерте өткен ата-ананың арттағы ұрпақтарына қалдырған арман үміттерін бір жаратушымыз дұғасымен қолдап, нарын құмынан басталған әулеттің өркені қанат жая бергей. Нарынның менде бір түп қияғымын, тыңдап өскен ән күйін жырағының, сонау жылғы сүйіртіл бабалардың тастап кеткен артына тұяғымын. Нұралы Әжғалиев. Нарында туған Хамидолла Байдоллаұлындай марғасқа ауылдар қашанда асқақ көріне беретіні даусыз дүние. Ал қадырлағай, біздің кейіпкеріміз айтуға тұра алдық, ауыз толтырып айтарлық жолдан өткен. Кешегі Айбастан әкеден айырылып, шешеден айырылып, жалғыз баланың
Жұмекенге жолығып, оған құмға жазып, әріп үйретіп, қазақтың киімін жазған жолы жақсылықтарға ұласты. Сондықтан бүгін көшенің беруі үлкен қуанышпен қарсылады бізді, құлсарлықтар. Құтты болсын, елдің көшелеріңіздің жайнаған құлсарының әр көшесінде еңбек жасаған лайықты адамдардың мерекесіне толы болсын деп, сіздер үшін құлсарлықтар тағы да ортаға облысымыздан келген белгілі әнші Қуандық Мәммаровты шақырамын. Ескендір Қасанғалиевтің әнінен мерекеге орай шаттық әнін айтып беретін болады. Ары қарай Қазақтың белгілі биі Бөкенге айтқан екен, әйелден білгіш, әйелден көреген, әйелден сезімтал дүниеде тіршілік еш жоқ деп. Сондықтан да екі ана да осы балдардың елге танылуына аналық иісін бұрқыратты. Келесі сөзді сондықтан аса құрметті нақшыларға бергелі отырмыз. Ортамызда Алмажан анамыздың туыстары Жұмахмет ағамыз, Қойшыбек ағамыз, Бақтылы анамыздың інісі Дінқуат, және осы Жылой ауданының құрметті азаматы ағамызбен тетелес қызмет жасаған
Меңдібаяға Хайруллин ағаны ортаға көтереміз. Құдасы бар ауылдың қазынасы бар деген құдалар бар. Сол құдалардың атынан Жалғас құданы, Ислам құданы, Марат құданы, Амантай құданы, Ержан мен Айырбекті ортаға көтергелі отырмыз. Жақсылықтың, қызықтың, өмірдің бірге кешіп жүрген жиендер атынан Клара, Бақыт ана, Алтынгүл жиен және Гүлжамашты ортаға көтереміз ағайындар. Ассалаумағалейкум, кеңшіліктер, жерлестер, туыстар. Мынау Қапкеш Қамидолла Байдолла ағамыздың үлкен салтанатты көптеген жылдардан атқарып жүрген сол кісінің қатарына үлкен жойдың төрінен көше аталап беріліп, осыған жиналған қауымдар, жойдың мәкенмада қақтары, аталары, жолдастары, демдес болған қандастары, одан кейін өзінің кірді қандастарынан ауылдастарынан келіп отырған қолау ойында құмдан жаяғы айбас құмдарынан келіп отырған баршаларына ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер. Мен Ақын Бекбай Бәйленов Хайруллин. Осы кең ойын өсіп өніп, адамасы болып, бала шағымызда өшірді өсіріп, тіпті қамызды дамып, зейнеткерлікке қалаған нымдарын біреуінің. Сондықтан Қабдулла ағамыз аудандық партия комитетінің қатысшы болды. Онда қатысшы ретінде қаламда қалуының жетекшісі. Сол жылдары мен өздері аудандық сағатындай еңбек етіп жүрген бүкілдік әлеуметтік телефон шүзіреді қалады. Ол кезде екі телефон болады. Біреуі коммутатор дейді, біреуі центральный дейді. Центральный болмайды, коммутаторды ашып қалсам бақылау комитетінен жаңағы бір қыз бала телефон шалды. Сізді жылдан Қамидолла деген аға шақырып жатыр деді. Ол кезде партия комитеті, атқару комитеті дейтін болады. Ал оларды шақырса, біздің төбешасының тұрады деді. Қорқады жарайды апырмай деді. Содан жаңағы жайлап сатып басып, үшке келіп, есік алдында бір-екі адам түрегенін, мені көкізді шақырып жатыр деп, ол кезде үшке сақтауымыз. Есікті қағып өтіп, кіріп деді. Үшке кірсем, қазіргі басшылар оған емес. Ол кезде қандай керемет болса да, столдан тұрып, менің алдымда шығып, қолын беріп алама қасты. Төрге шыққан деген төрге шығып отырдым, жайлап қана төмен қарап отырып, көзін саламын, яйтерек адамын, естеп қойдым деген нәрселер. Содан кейін, ал шырағым менің танысым бар деді. Ағам сіз мені жақсы танымын деді. Онда да қасаңыз шырағым, саған бір тапсырма керек деп отырмыз. Алдында Байбол деген кім дейді? Атқару комитетінің қаламақалар тобының жетекке қатысушы болған. Соғысында көйлегі көрсетті. Сіз мына жерге бұрын жаңағы мына ол кезде орыс дейді қыздардың қаламдар жабында көйлек ұсталатын жаңағы көйлектің атқарды. Соған жаңағы сериалына жіберек деп отырмыз. Қалай қарайсыз дейді. Олар бұрында да орын береді деді. Сол жаңағы көйлек жаңа көйлекті жаздырды. Қолында бір қағаз ұстапты. Мұны бұл қарама үйге барғаннан кейін қарайсыз деп жүрген. Жарайды жақсы деп, одан бір апта өткеннен кейін қайта шақырды. Ал шырағым сенені жұмысты жақсы қыдырдың, жақсылықты бұл шырағым. Мені жақсы кетті, мені жақсы танисың ба деді. Сізді де жақсы танымаймын деді. Үйде рахмет деген анамыз бар, жақын деген ағамыз бар. Ал соларды жақсы сізді жатып береді. Шырағым артта есте жатырсың. Ал інім жұмысты да ұқты болып, сатып болды деді. Содан кеттім. Бір жылдары кетті, 74 жылдары ауданымыздың Мәмбет Тұралайын ағалары соны қатарда содағы коммунитетінің сапында директор болып кетті. Мен директорлыққа жаңағы ол кезде ауданның басқарманы болып жүрдім. Директор жаңағы Қамидолла ал шырағым менімен бірге жұмыс жасауға қалай қарайсыз? Аға, шын айтыңыз ба дедім. Ол кезде сіз айтамыз туралы. Иә деді. Аға мен енді олай болмайды. Басқа жұмыстар бар. Және ол кезде табаны деп сөйледім. Қолын көтерді, қоя қойды. Табаны түсірді болды. Содан кейін
Ол кісіге барлық өзінің жұмысында жайлап жасап жүре берді. Солар көптеген жылдар өткеннен кейін кешегі пандемия кезінде ойға қойып үйден шықпайсың, өткен кеткенде қарап қағазды қопарып алғанда баяғы қағазды қарадым. Қарасам ағайын жазған екен. Сосын керек, сосын ағай дегенде сосын көп нүкте қойған. Сонда ағайындар мұтта деген сөзді шештім. Сосын қарап отырдым, сосын абайға телефон соқтым. Абайға телефон соқтым, пайдаланып сөзін соқтырғанда қаншама адамдар бар. Мен оларды бес соқтым деп білемін. Неге көшіп демейсіз, неге жазбайсыз дедім. Аға рахмет. Содан кейін барып, ол кісі жаңағы анау-мынау деген әңгіме болды. Содан ағамызға, Хамидолла ағамызға көшіріп беруге мен қолын есептеппін. Көп рахмет. Содан мына мекенге бар дедім. Мекенге есепті жазып берді, содан жалғасып, содан жан қайыр. Дәмдес болдық. Ағайындығы отанына, оны айтпамыз, кең жойылып азаматтарды мыңға рахмет. Бүгінгі сіздерге келіп, үлкен салтанатты жинас. Жаңағы көшеге ашып қатынасып отырмыз. Үлкен ұлағатты ізгілік, бұл көшеліктен мәңгілік бір жақсылық тыныштық болса, қалаған болсын. Құлтарының жұрттарынан болсын. Ел қалаған болса, қалада мәңгілік өмір сүреді. Сонымен бірге елге еңбек адамдардың көшелерді өшпейді. Аман болу. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Давай, қысқа. Жақсы. Алайда құрметті жамағат, бұлайды жесімізге апамызға беріп отырған ас абыл болсын. Әрине, бұлайды жесіміз сабай десе, кішкене арасын жеге қояды. Осы апамыздың нұсқаулары, бүкіл балаларымыз, бәрімізде жұмысқа барған осы жесеміз. Алайда жатқанде жайлы топырағы иманды болсын, бұлайды беріп отырған балалары, ас беріп отырған балалары. Рахмет сіздерге. Көшеге бардыр, бәрейді, қабыл болсын, аман болайық. Жақсы. Апамла, абай бастаған Ахан Аманжол беріп жатқан әкелермен, жестермен астаған қабыл болсын. Сіздер жедел жүйе жата берсін. Топырақта қабыл болсын деуді. Жаңадан көше беріп жатырген көшесі құтты болсын, таза көше болсын, болса қайырым жағын. Тек аман болып қалғанымызға той бересек, жастар көбейе берсін, біз солардың қызығына той берсек. Той болсын. Құрамызға атқа беріп жатқан көше құтты болсын. Енді Adres bırakılamızda bir adamın koşu oğlum olsun. Yatkan
жатқан жері жайлы топырақ торқаласын беріп жатқан астан қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, қадірменді құда-құдағайлар. Кең Жылыой шаһарының құрметті азаматшалары. Менің атым Марат, мен Ақанның құдасымын. Орал қаласынан келіп отырмын. Жәңгір хан университетінде профессорлық жұмысқа атқарамын. Хамидолла құдамыз туралы Ақан құдамнан жиі көп еститін едім. Бірақ бүгінгі күн ерекше. Себебі бүгінгі күні мынау әдейі әзірленген бейне роликті көріп, құдамыздың барша осы елге еткен еңбектерін көріп отырмыз. Сонымен қатар құдамыздың шәкірттері, інілері, мынау төрде отырған үлкен кісілердің сөздерін тыңдап, тағы бір марқайып отырмыз. Мыңда бір рахмет баршаңызға. Еліңізде ұлы азаматтар көп болсын. Құда-құдағайлар сіздерге мынау Хамидолла құдамыздың топырақ торқа жаны жәннатта болсын дейміз. Өздеріңізге, ұрпақтарыңызға амандығын берсін. Көше, құдамыздың атына беріліп жатқан көше құтты болсын. Ассалаумағалейкум, атыраулық ағайын. Жиналған барша жойдық, барша тұмалар. Мен өзім таныстырып өтейін. Осы Қабдештіктер әулетіне тұға болып келем. Аманжолдың қайнағасы болып Өскеменнен келіп тұрмын. Ал Абай құда, Ақан құда, Асқар құда, Аманжол күйімалы бүгінгі құдамыздың ашылған көшелер қайырлы құтты болсын. Беріп жатқан дұға қатындарыңыз қабыл болып, сәуаттан болсын. Барша тума-тумандарыңызды жинап, осындай үлкен ас беріп жатыр екеніңіздер. Аурақтан жатқан жер жайлы, топырған торқы болсын. Барша ағайын тектастарыңызда қайырлы күн болсын, қайырлы күн болмасын, тек жақсы күнде жүргіз. Өскенше келген қадамдарыңыз сауаттан болсын. Рахмет. Жақсы өзім таныстырып өтіптім, мен Ақанның қайнағасы боламын. Райханның ағасы. Bismillahirrahmanirrahim. Aynalanlar, Abay, Akan, Asgar, Amacol, және басқа балаларымызға келген. Бүгін бір әке шешелерім атап, садақа беріп жатырмыз. Садақалар қабыл болсын. Бұл садақа осы ата-анаға арнап берген садақаның бөлім саны жоқ қой. Бір садақа бар, бір садақа бар, бірге 70, бір садақа бар, бірге 700, бір садақа бар, бірге саны жоқ. Аманжол айналайын, мына беріп жатқан садақалардың ешқандай саны жоқ. Ата-анаға жетіп жатыр, оларға жетіп жатыр, сендерге де сауап деймін. Осында қанша адам келіп жатыр, қанша адам бір-бірімен амандасып жатыр. Соның барлығы да олардың күнәлары сақтасына сайын көріп жатыр амандасқансы. Мен барып бәрінде де қалам болып түсінде жатыр. Сонда мұнда да сауап қалады. Сауап қалады. Енді мына елін бастырамын ғой, мына неге барды? Мына Хамидолламен Алматай туралы көп сөйлемді болады. Себебі ана журналистика Хамидолланың замандастары, жолдастары жүрген жері. Сонда ол туралы Хамидолламен Алматай жөнінде көп сөйлеуді қажеті жоқ себебі. Бірақ жерді жатқан. Айналай үйе тұрған жатыр бала-шаға. Қалердің досымын ғой, қалердің. Ой, көрдік. Ал енді шағалатқан айтқан екен. Шағалатқан екен, байдалатқан екен білден айту көріп. Берекеге бар,
айналайын абай бастаған балалар мына ата бабаларын сыйлап міне осы ұйымдастырасың үлкен шара ұйымдастырасың үлкен шара мен бәрі бірінші келгенде былай деп ойламадым дедім өте сондықтан сауға айналайын үйлерің әрқайсының үйлерің береке болсын Ұрпақтар ата-аналарын көрмеген қызығын көрмеген, үйлерің береке болсын. Ұрпақтарың қызын көрді. Әмин абай. Ал бүгін абай атам, асқар көкелерім, мен ағамның 35 жыл толғарды, 30 жыл Амажан 35 жыл деп сол жасап программасын бәрін жасап өте қуаныштымыз. Құтты болсын абай. Сен үлкенсің, медаль алып жатсың. Сондықтан сіздерге зор денсаулық тілеймін. Ағам енді бір аударылып жатқан болар, еске алып жатыр мені деп. Ағамның ашып жатқан көшесі құтты көше болсын. Мен білемін, что Гулливар информация будут явными. Я знаю, что ағама көше ашқанда ол зеленый, терекпен, елмен, еле-еле цветы, потому что ағамның өзі соның батасын беріп отырады. Балалары абай атамызға сіздерге зор денсаулық тілеймін. Бүгін атамжан немере болып жатыр, Хамидоллаға шөбере болып жатыр. Бақытты болсын. Ағамның бүгін мынандай қадісіне шөбере болып жатырған бір үлкен азамат болсын. Сондықтан сіздерге де бәріңізге денсаулық тілеймін. Жаңа фотода көрсетіп жатыр. Ағам Бакиевич школада оқығанда бір-екі қарындасы арқасынан құшақтасып тұр. Ол менің екі апам, институт, туған апаларымның институтта оқып жүр. Ағам сондай бізге әңгімелес болғанда ағам біздердің орнына аға болды, папа болды, бізге ақыл береді. Сондықтан менің апаларымның қарындасы, ағамдан біздер жан деген басқа Гүлнаржан, Римажан, Розажан, бәрі жан. Сондықтан ағамның жаны жаннатта жан. Алла разында жанында. Ашылып айтқан көшесі құтты көше болсын деп мәңгілікке барсаңыз көше. Кілем, яблы, вишня. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мына нағашымыздың атына шара көше атағын беріп жатыр. Құтты болсын. Бүгінгі мына ас беріп жатыр. Қабыл болсын нағашылар. Мына айтып жатқан тілектерді де қабыл болсын. Өзім таныстырып өтсем, Мақаттан келіп жатыр, атым Алтынбай. Осы жер болам, шаңыраққа оң қосында. Қайырлы дейтін атамыз, Абиза дейтін әжеміз, Абизадан қараған ұрпақтарымыз. Әжеміз жайық беріс, осы үлкені беріштер. Қабыл болсын деймін. Құрметті Қабдешевтер, Байдулинер, жалпы жайық беріштер, мынау бүгінгі жасап жатқан өлі ұрпақтарға арнап жатқан дұғаларың қабыл болсын, тілектер қабыл болсын деп тілек айтамын. Осы жерде бір көп жиендер, мына Бақыт дейтін апасы тұр. Бізде қосамыз, бізден бұрын айтқан тілектерге. Мен жаңа Қабдешевтің бір қызынан қараған жиендер болып келем, бұл жерде бөтен адам жоқ. Қазақты жақсы әке балаға 40 жыл азық дейді. Мінекей, менің ағамның жақсылығы балаға азық болып жатыр. Кейінгі ұрпақта осылайдай болсын деп тілек айтамын. Жастарға жұғысты болсын осындай тамаша өмір. Ал қош келдіңіздер. Ағам, Абай, Асқар, Аманжол,
Sizler de erkelerimizin görmelerini tasarruf korup, şaltıkan otbası olup ölürsünüzler. Hürmetli konaklar, hürmetli liderim, ağam, ağay, ağam, başkanlar, derdimizde münafiyatlarımız, sadakalarımız kabul olsun. Ben Aktöbe'de gelip oturdum. Ben 60 yılı 29 sentyabr'de ağam komünizm tanrı direktörü oldu. Komünizm tanrıda ben ağamın oğlundan oldum. Anlaşılan apamın. Sonlarına evlere şirkette Amanjol birinci klasına vardı. Ağamın da terbiyesini gördüm. Ağamın da kanca jaylı olsun, toprağı olsun. Bağlarımın koşup, bugün azamatlı olup, bugün Nikelce'de sadakasını veriyorlar. Zülümleri bugün kanday. Bәріне жақсылық тілеймін, тек аман болайық, сау болайық. Ендігі жерде тойға келейік. Құрметті қонақтар, ағайын тума, нағашыларыма көп рахмет. Бүгін нағашымызға ас беріп, атына көше беріп, құтты болсын, садақа қабыл болсын. Нағашыларыма тек дендері сау болсын. Бала шағасын қызығын көріп, аман жүріңіздер. Барлық жақсылықтың бәрін айтты нағашым жайында. Енді мен айтпай қояйын, біз сол нағашымның қолында өстік. Нағашымның қарындасы, Жәмил апаның қызымын, Атыраудан келіп отырмын. Құтты болсын, көшеде барлығында аманшылықта кездесейік. Сау болыңыздар. Рахмет ағайын. Аса қадір ағайын, бүгін қуанып жатырмыз. Көңілі кең, үлкен әулеттің аналары қуанышқа бөлеліп отыр. Бірақ уақыт сырғалып жатыр ағайындар. Мына алыс жерлерден келген қонақтарымыз бар. Жол алыс. Мысалы, мына Ақстау селосынан келіп отқан үлкен аналарымыз отыр. Қазір қараңғы түсіп кетеді. Атыраудан келген қонақтар бар. Соған байланысты сіздермен ақылдасып, осы бүгінгі мерекелі дастарханымызды, дұға оқыған ас дастарханымызды аяқтайық деген сіздерді келісімге шақырғымыз келеді ағайындар. Шүкір, әулет өсіп жатыр. Бұл әулетте тағы да үлкен тойлар болады. Сондықтан да келісіп пішкен дос келеді болмас деп, осыған жергілікті құлсарылықтар келіседі деп ойлаймын. Әрқайсыларыңыздың орны бар. Мына Абайдың, Ахаңның, Асқардың, Аманжолдың бәрінің достары отыр. Бірақ тағы да алда қуаныштарға сіздер тілек айтасыздар. Сондықтан мына облыстың бас имамы бүгін келіп отыр. Құранын арнап жатыр. Бұл кісілер де мемлекеттік адамдары. Сондықтан елге қайту керек, сіздерді түсіністікпен қабылдайды деп, осы үйдің иелеріне сөз беріп, бүгінгі қуанышты үлкен шаттыққа толы мерекені аяқтайық. Құрметті ағайындар, енді анамыз, осы жерде екі анамыз отыр. Мына Зия анамыз отыр, бақытты аналарымыз отыр. Осы аналарға арнап Атырау қаласынан келген жезтаңдай әншілер Ханзада мен Назым қазір ән айтатын болады. Ортаға шақырайық. Алмажан анамыздың рухына, ортамызда отырған біздің құрметті бақытты анамыздың құрметіне арналады.
Азан айғыдан қалған асыл сөз бар. Өмір дегеніміз мәңгілік алдындағы сейіл серуенде. Қадірлі Хамекен де, Алмажан ана да сейіл серуендерін ерте аяқтап кеткенімен шүкір Алласы қолдаған қара ормандыр. Қараңыздар, қандай әдемі, бақытлы ананың жүрегінен нұр шапағатқа бөленген ұрпақтар. Сол үшін қуанайық, сол үшін тағы бір мәрте қол соғайық ағайындар. Хамекеннің төрелігі ұлдарына қазақтың ғұламаларының атын қойған. Қазақтың абай айтады, үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл жылы жүрек деп. Мына ұрпақтардың бәрінде сол үш қасиет бар. Ол қуаныш. Өмірден ерте кеткен ақанның атын қойыпты. Мен коридордағы тұрған қос неге сол ақан серінің өлеңін жазғырттым. Дүние-ай, қызыл жасыл күнді ауладың, сен білген ыстықтан тұра алмадың. Дәурендің емей сүйген күн бар екен, сонда да қызығына бір қандалын дейді. Олар өтті, ағын су, тасқынды су әлі ағып келеді. Малынан бастап алған Қабдеш әулетінің құдіреті көшесінде жарқырап тұр. Бүгін үлкен мереке Ақталаға сол түрде сіз отырсыз. Сондықтан да ұрпағыңыз жаңа берсін. Бүгінгі болып жатырған үлкен мереке үшін жан-жақтан тұрысқан ағайындар қол соғып, келесі сөзді өзіңіз арнаймыз асылына. Алжасы, құрметті ағайын туған бауырлар, бізге біраз жатар келгендеріңізге үлкен рахмет. Мынау балаларының жасап отырған, өлі аруаққа, ата-бабаға жасаған жаңағы қатысты болсын деп ниеттенімізді көрген бір шарасы өтіп жатыр. Мыңда бір рахмет балаларым, қыздарым, келіндерім, Алла тағала ешқандай қарақтарына кірмін салмасын. Көше берінде, көне берінде жапырақтарын жайыла берсін. Өлең уақыттарында риза болсын, жатқан жері жайлы болсын. Ата-баба өлмесе қайда кететін ол. Алла тағалам жеткізіп бәріне үлкен ақсақалы қат болып, орамалды ана болыңыздар, ана жолын болыңыздар, әке жолын болыңыздар, Алла тағаладан беріп солай болсын. Дендерің сау болсын деп тілеймін осы көрінген балаларға, жапырақтарға жетектегендерің жетсін деп тілеймін балаларға. Осы тілектің ішіндесіңдер барлығында. Қатысы болған азаматтар сіздерге рахмет, келгендеріңізге сыйлап, осы әулетті. Үлкен рахмет. 10 жасарыңыздар, 5 жасарыңыздар, ата-ананың шапағатына беремісін.
бала шағалары. Деп тілеймін осының балаларына, ақ тілеймін. Ендігі жерде дендері сау болсын. Жамандық болмасын, болса кесегімен болсын деп тілеймін, аналық тілеймін. Осы айтатын мен сіздерге ел жақтан келген ағайындардың өте қуаныштымын. Қыздарым, күйеуғалардың ең жасы өте 1000 жасар. Ұрпақтарын жалғассын. Алла тағала деп маңдайларына шаң тимей өскенде деп тілеймін. Өз балаларына сол сияқты істеуге. Тілерім осы. Рахмет, барлық қонақтарға рахмет. Үлкен кішісі бар. Үлкен рахмет. Алланың нұры жаусын бәрімізге. Менің мына өскен балама қаратай болып өсін. Ал өздеріңіз азаматтар бірден жасаңдар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін уақыттарыңызды өткізіп, алыстан жақыннан келіп, біз папамыз бен анамызға арнап еске алу ұйымдастырған болатынбыз. Соған өздеріңізді шақырдық. Осыдан бір ай бұрын бастап келгендеріңізге көп рахметімізді айтамыз. Аман саулықта болыңыздар, ауылдарыңызға аман есен жетіп алыңыздар. Айтқан бүгінгі тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Папам да, апам да бір аунап жатқан болар. Енді ана абай басында айтып кетті. Көп үлкен емес кезінде әкеміз дүниеден өтті. Анамыз тіпті жас кезінде кетті. Содан біздер қалған балдар барлығымыздың абай менен Роза өзі аяқтан болатын қалғанымыздың бәрімізді аяқтандырып оқытқан анамыздың орнына апамыз, анамыз осы кісіге рахметімізді айтамыз. Себебі ол кездерде енді жұмыс та бар. Ол кезде қазіргі заман емес, бірақ сол болашақта оқу керек екен, білім алу керек екен. Папам бастап, апам қоштап бәрімізді Алматыдан, Қарағандыдан бәрімізге жоғары білім алып берді. Тойымызды жасап берді, қыздарды ұзатты. Сондықтан апа рахмет, болашағының ортасында, алыстардың жақындары балдарының ортасында, немере жиендерінің ортасында ақ жаулықты ана болып отыра бер. Осы жерде апамның бір топ бауырлары қатысып отыр. Сондықтан сіздердің көзіңізше айтып жатырмыз. Біз апаларымызға ризамыз. Осы кісі біздің анамыздың орнындағы анамыз. Сондықтан өмір жасың ұзақ болсын апа. Тек жақсылық көріп отыра бер деген тілегімізді айтамыз. Ал құрметті қонақтар, тағы айтамын, көп рахмет. Айтқан тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Сәке ұйымдастырып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Мына бейнетаспаны әлі біз талай қараймыз, талқылаймыз. Ризамыз сіздің осындай жүргізгеніңізге. Аман саулықта болыңыз. Осы біздің айтарымыз. Көп рахмет, құрметті қонақтар. Аласа құрметті ағайын, енді әулетке жақсылықтар тілей, гүлденіп келе жатыр, көркейіп келе жатыр. Сондықтан аман жүрсін, ортада тұрған жақсылықтарға денсаулық тілейміз. Мен осы әулеттің негізі туған құдасымын. Менің апам осы әулетке келіп түскен 80 жылы Москвада Олимпиада басталатын 22 маусым күні. Сол күні Шыдық дейтін Шапаев деген ауылдың төбесіне тағылап бергілі қонды. Елдің бәрі тұра шақты. Сол бергіліктен жарқыраған екі адам түсіп келе жатты. Ол менің қадірлі Қамекең ағам және Рахмет ағам еді. Олар сондай жас еді, сондай құлпырып тұрған сәттер еді. Содан бері бірталай өмір кетті. 2002 жылы менің апам да кетті, жездем екеуі бір жылда дүние есігін жапқан. Мен бұл әулетпен көптен араласқан жоқпын, содан кейін
meni осы әулетке жақындатқан Аманжол неме үлкен кексіргіштер сондайды. Ал мен Есен Темірмін, сұрасаң, руымды Есен Темір жігіттің сері болса, несі кемір? Жігіттер жастық шақта ойнада күл. Ертең ақ өлге шығар қайранны бірде, өнердің саласында жүрмін, сәйкеген Сидағали. Бүгінгі көшкен ашылуы, салтанатты жиналыс фильмнің авторы және осы жерде қызмет жасады. Біз құлсалықтарды қашанда қадірлейміз. Кең жылой өркендейміз. Жақсы күндерде болсайық. Айылмаға берекет беріңіз, классық өміріміз, отбасын арашқаны аман етсін, қайырды. Әмин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Meyrimde rahimde yaratılışı jarılqavşı Allah özüne yaratılışılık kılıp özüne yaratılışını tileyimiz. Okulan kasiyette Kur'an ayetlerinde bulan barcha sevaplarına böyle ardaқты Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu şerifle ardaқты olan sahabalar, şerbetini ötken barcha avliler, enbiler, şarap otbasından Kur'an'dan demetken barcha ata-babalarımızın ata-ejelerimizin ruh şeriflerine bağışlayımız. Және де Әлейлік Байдулла, Хамидулла ағамыздың рухына, Оразбай қызы Алмажан анамыздың рух шәрифтеріне бағыштаймыз. Алланың рахмы, пайғамбар шапағатын нәсіп етіп, Алла тағала қабірлерін, оқыған Құранның нұрымен нұрландырып жатқан жерлердің жайлы топырақтарын, торқа, жандарын, мәңгілік жәннатта болуын Алла тағала өзің нәсіп ет. Артында қалған ұрпақтарына, шаңырақ отбасына Алланың берекеті, жақсылықтары, нығметтері, ризық несібелері молынан Алланың нұры төгіліп, Алла тілден, көзден, қауіп қатерлерден, бәле жалалардан өзі сақтап, өзі қорғап, өзі ғана панасын алсын. Алла тағала бүгінгі өзінің разылығы үшін деп беріліп жатырған Құдай астына садақа дастарханымыз, тілеген барша жақсы ізгі дұға тілектерді, оқылған Құран аяттарын Алла қабыл етіп, екі дүниеде де соның жақсылық берекетін көруді Алла тағала баршаңызға нәсіп етсін. Әмин. Аллаху акбар. Алла тағала қабыл етсін. Ал қадірлі ағайын, жақсы күндерде жолықсайық. Елдерімізге аман қалушыңыздар, сапарлы жол тілейміз.